Сәлем everybody. 2 ай бұрын жаңа бір новый автокөлік сатып алдым автокредитпенен. 2 миллион теңгені первоначалка қылып салдым да, и 8 миллионды кредитқа оформлять еттім 7 жылға. И осы кезден бастап бәрі өзгеріп кетті. Қазір кличкам да бар, жұмот. Қалай доп доход табу керек, қалай экономдау керектің түр-түрін үйреніп алғансың ғой уже. Қай жерден барып, және де қаншаға сперма тапсыру керек екенін білемін. Иә. Осы 2 айдың ішінде 30 рет сперма тапсырдым. Примерно, әжептәуір жақсы ақша тауып қалдым. И примерно 9 либо 8 айдан кейін, Қазақстан бойынша примерно 30-дай менің балам дүниеге келу керек қой. Осы 2 айдың ішінде вегетарианстар неге вегетарианс болып кеткенін түсіндім. Иә. Биязды қуырып жесең керемет тамақ екен. Ұлтарақты суға салып қайнатсаң өте дәмді сорпа шығады екен. Осы машина алмастан бұрын үйде тарақандарымыз бар еді. Қазір олар да жоқ. Жоқ. Жеп қойды деп ойламаңыздар. Жеп қойған жоқпыз тарақандарды. Просто қазір деген тамақ жегенде ешқандай асатып қалмайды бізден. Даже бұрын мусорды күнде шығаратын едік, қазір 2 аптада 1 рет шығарам ғой мусорды. И даже сол кезде мусорға лақтырған кезде жаңағы сыртында пакетін үйге алып келемін. Қонақтықтарға шақырған кезде обязательно қарайсың. Туған күн той болса, no. Садақа болса, yes. Жүрудің өзі фитнес деп шештім. Бұрынғы ата-бабаларымыздың жолымен қазір сағатты күннің көзінен қараймын. Өйткені үйдегі бүкіл сағаттың батареяларын алып тастағам. И осы 2 айдың ішінде балалардың денсаулығына өте қатты көңіл бөліп кеттік. Чипсы? Жоқ. Желудың ауырады. Мороженое? Жоқ, тамағың ауырады. Печенье? Жоқ, тәтті болмайды. Енді не істейміз? И қазір жақсы сорпа ішеміз. Тағы ұлтарақпен ба? Жоқ, бүгін зимний етіктің ұлтарағымен. Жігіттер, қыздар, бүгінше осы. Лайк басып, коммент жазып, қолдап отырыңыздар. Келесі апта новый видео шығады. Сау.